Қадыр мырзалар айтады, әңгімеде кінә жоқ, әңгіме айтушыда дейді. Bir adam әңгімені тұз қаунатып жеткізеді дейді, бір адам лай қаунатып жеткізеді, үшінші адам жүрекке жеткізеді. Кеп тыңдаушыда. Сен де жаман бұзық емессіңдер ме? Қаржы бересің. Шаруашылық бөлімі, сау болыңыздар. Ал енді жол сұрағаның, жөн сұрағаның айтып жүр, қайсың білесіңдер өзі? Бәрекелді. Осы шегірге күйеу деймін ба? Өзі тайқаттырып, шегірдің сұлуына қасау. Ол ағайын мұрты барды сыйлаңдар, мұрты барды имам бар. Имам да бар, мұрт та бар, айбектің жездесін деп айтты маған жаңа. Айбек сондай ме? Бой көрсетіп қойшы Айбек. Сен жезден ме деймін, а? Бәрекелді. Сол айтты да жаңа, жақсылап берші жезден ме деп. Құрметті әріптестер, келе жатқан 2026 жыл өз берекесімен келсін. Жылқы жылы қазаққа жайлы жануардың бірі тек қана қазақ қана емес, бұл әлемде жануарлардың ішіндегі ең сұлу керемет бейне берген Алланың бейнесін берген бір жылқы. Қазақтың былайша айтқанда туы ғой, туы. Ата бабамыз да сол жылқымен, атпен жақсы дұшпандарын мойындатып, астына атқан көлік қылған болса, бүгінгі дейінгі аралықта ұрпағымызда осы жылқының жақсы атауынан естіге болады. Содан мынау жақсы тілек жаңғазық дейді ғой, бүгін айтылатын тілектердің бәрін бір Алла қабыл етсін. Менің айтатын нәрсем енді мынау бүгін өте керемет қуанып отырмын. Оның үстіне мынау Аяз-Атада Қаршағызда өте уақытылы келді-ау. Мен кеше ғана айтып жатырмын. Осындай тіл маманы, тарихты төңкеріп, кітаптың барлығын оқып, өзінің миына қондырған Дана деген атты қойған екен әке-шешесі. Сондықтан кеше мен айтқам, мен сенің орнына болғанда мен осыны алып қаламын, осыны маған ауыстыр деп таласып қалар едім деп қуанышқа айтып едім. Қуаныш пен мейірлігі таласты бар. Мен енді айтып отқан нәрсем, бұл шаруашылықта қазір меңгеріп отқанмен, бірақ өзінің действительно дарындылығын, даналығын көрсетіп келіп отыр біздің коллективке келіп. Енді бір ауылдың төбебейі бұл. Сондықтан мен ертең күні бұны өзіміздің тарихшылардың қасына қосам. Сондықтан біздің коллективте осындай үлкен отырыстарды, үлкен қонақтарды күтуге бір үлкен бір қабілетім бар екен. Сондықтан айналайын дана өркенің өссін дейді ғой. Жаңа енді маған енді жездесі болғаннан кейін көп еркелей ма, мұн жағымнан кеп, оң жағымнан кеп 10 мың теңге сұрап кетсе, сол жағымнан кеп 100 мың теңге сұрап кетеді. Мынандай нәрсе жетпейді, мынандай жетпейді. Сондықтан бұл да қолынан келетін адамның тірлігі бұл. Қабілеттері. Сондықтан бұл коллективте бізде биылғы жұмысшы мамандықтар жылы жариялаған мемлекет басшысының несінде біз жаман жыл болған жоқ. Біздің колледж аудан көлемінде орта арнаулы білім беру ұйымдарының ішіндегі жалғыз колледж. Сондықтан біздің колледжде мықты өзінің мамандығын нағыз шебер атанған мамандар жұмыс істеу керек. Мен ойлаймын, осы өзіміздің қазіргі қызметкерлердің арасында пән мұғалімдері болсын, өндіріс шеберлері болсын, аспазшылар болсын, дәнекерлері болсын, бәрі өзінің маманы. Мен сондықтан біз осыны дамытып, колледждің атын республика көлемінде, даже халықаралық дәрежеде шығарамыз деген үмітіміз бар. Осындай үмітке мені жетелейтін осы арман мақсатпен бөлек ұжым деп есептеймін. Сондықтан біздің ұжымда мен ешкімді ара бөлмеймін. Сондықтан ұжымда бізде тек қана жақсы адамдар қызмет атқарады деп ойлаймын. Ешқайсыңызды мен бөле жармаймын. Сондықтан барлықтарыңызға мен еңбек еткен еңбектеріңізді бағалап, мақтаған сайын мақтай білем, марапаттаған сайын марапаттай білем. Барлығын техникалық персоналдан бастап, аға ұстаздарға дейінгі аралықта маған бәрі бірдей. Сондықтан ұстаздың өзінің жолы бар, ұстазды құрмет тұту керек. Бәріміз де ұстаздан шыққанбыз, ұстаздан тәрбие алғанбыз. Біздің арамызда жақсы, дарынды ұстаздар бар. Соларды мен көтермелеуге алдым өзім мақсат қойып отырмын. Олардың өздері
ұжымдар біліп жатады. Шет жақтан мен ешкімді алғым жоқ. Сондықтан ертеңгі күні жаңа нәрселер ашылатын болса, өз ұжымда жақсы қызмет атқарып жатқан жастар бар. Мен атап айтатын болсам, ол ешқандай несі жоқ. Мына мысалы Нұртазаның қолынан үлкен бір қабілеттері бар, дидары бар мына жақта. Осындай айта беретін болсам, көп бізде осындай өзіміздің арамыздан шығып жатқан, яғни осы қызметке лайық деген тұлғалармен бірге болған атап отырмын. Содан алда енді келе жатқан жаңа жылда осындай нәрселердің бәрі мәртебесіне ие бола беретін шығар. Енді барлық нәрсені айтуға әрине уақыт жеткілікті болмайды. Мен бүгін мынау осыны ұйымдастырып жатқан Дананың командасына, яғни тех персоналдардың барлықтарына рахмет айтамын. Өзімнің атымнан. Бүгінгі күнде жаңа жылда жақсылап тойлап, көңіл күймен билеп, мынау стресстің бәрін артқа тастап, сондықтан мынау көңіл күйде отырып, жақсылап тұрып билейік, бүгін кешті жақсылап өткізейік. Мынау бұрын соңды былай жиналмаған ұжымда мен бүгін өзім көзім көріп, ерекше қуанып отырмын. Мынау коллективтің барлығы келетін болса, қандай үлкен бір той болады. Сондықтан мынау бұрын соңды енді бәрімізде келіп жатырмыз ғой. Мынау ұжымда бірлік ынтымақ неден құралады? Бұл адамдардың әрбір нәрсеге қатысуымен, бір-біріне сыйлық көрсетуімен, сый құрмет көрсетуімен құралады. Сондықтан осы ұжымда осындай нәрсе жоғалмасын. Бұдан да көбейіп, бұдан да жақсы өткізейік барлық нәрселерді. Ал енді мынау тағы да айтатын нәрселер әрине көп. Барлық нәрсені мен айта беруге менің уақытым жетпейтін шығар. Сондықтан барлықтарыңызға осы 2026 жылы біз кеше қадамды жаңа нәрсені қадамды бастап, соны кеше күнге дейін аяқтап отырмыз. Ол дегенмен кеше бір 3 кабинетті ашып отырмыз. Сол 3 кабинетке тағайындады, кабинет меңгерушілерді тағайындады, соларға тапсырды. Химия, биология, физика кабинеттерін ертең көре жатарсыздар. Оның барлықтары бізде қазіргі заманауи жабдықтармен жабдықталған кабинет ақылы отыр. Оған мен кеше ғана жастар практикасынан келген жас мамандарды, жас болашақ мамандарды мен соған лаборант ретінде қойып отырмын. Ертең оған бұйрық шығарып, арнайы бекіттіремін. Енді ол келіп жатқан жас мамандардың